Қайырлы күн. Бүгінгі сабақта сіздерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бұл сабақ қалай біз бақытты боламыз, қалай біз табысты боламыз. Біз ойлаған нәтижеге қанша әрекет жасасақ та жете алмай жатырмыз, иә? Бір орынға келген кезде тоқтап қаламыз, энергиямыз жетпей жатыр. Яғни біз бақытты өмір сүрудің формуласын тек қана ақшадан іздеп жатырмыз. Ал негізі өмірде қалай өмір сүруіміз керек біз бақытты болу үшін, әрі табысты болу үшін. Қалай біз қарыздан құтыламыз, сол тақырыпта сөйлесетін боламыз. Өзімді таныстырып өтейін. Біріңіз танирсыз, біреулеріңіз танымассыздар. Аида Бекболатовна боламын. Осы мышление саласында жүргеніме уже 7 жылдан асты. Және де бизнес наставникпін. Қазіргі таңда көп кәсіпкерлердің, эксперттердің наставнигі боламын. Яғни өздерінің потенциалын жарып, қалаған суммаларына жетуіне ең бірінші тек қана ішкі сезіммен, убеждение, санамен ғана емес, нақты маркетинг жолымен қалай жету керектігін, схемасын барлығын сызып көмектесетін наставник боламын. Енді бүгінгі тақырыпта біз өте өмірдің заңдылығын ашатын боламыз. Себебі біз осы уақытқа шейін ақша табуды үйретті, әрекет жасауды үйретті. Бірақ өмір сүруді ешкім үйреткен жоқ. Өмір сүруді біз ойлаймыз, ақша тапсам мен бақытты боламын деп ойлаймыз. Содан кейін признание іздей бастаймыз, кәсіпті де солай бастаймыз. И іште бір пустота сезім болады. Өзіңнің бір қорқыныштарыңды қанша жеңсең де, бір жерге келген кезде қайттан тұрып қаламыз. Кей кездері бір табыс болмай қалады, бір энергия болмай қалады. Оның барлығына не себеп екенін, біз қанша қарызға кірмейміз десек те, қарызға кіріп қойып жатқанымыздың барлығын бүгін ашып айтатын боламыз. Негізі қарыз деген нәрсені түсіндіріп берейін. Қарыз деген сен қолданылмай жатқан потенциал, ең бірінші. Қарызы бар кісілерде болуы мүмкін, қарызы жоқ кісілерде болуы мүмкін, бірақ осы сабақта міндетті түрде соңына дейін тыңдаңыздар, назарларыңызды осы сабаққа қойыңыздар. Себебі бұл жерде мен өте құнды ақпараттар айтамын. Сіздің расында қазіргі ішкі состояниеңізді өзгертетін, реально сізді табысты ететін инструменттер беремін. Сондықтан да бар фокусыңызды осында қойыңыз. Баламен отырып, болмаса тамақ істеп отырып, қосып қойып, ондай керек емес. Бар зейініңіз осы сабақта болу керек. Бұл сабақ сәл ұзақтау болады. Көптеген техникалар беремін. Ең бастысы не үшін сіздің өміріңіздегі сценарийлар қайталанып жатыр. Соны анықтайтын боласыз. Қараңыздар, біз осы уақытқа дейін өмір сүруді білмедік. Расында көп адам білмейді. Іштей реніш, өкпе, претензия деген нәрселер пайда болып қалады. Өзімізді кінәлау деген сезімдер болады. Қараңыздар, өзімізді кінәлау деген сезім болған кезде біз төмен вибрацияда боламыз. Энергиямыз өте төмен болады. Ал ақша біздің энергиямызға келеді, біздің состояниемызға келеді. Қараңызшы, сіздің состояниеңіз күшті болған кезде сізде ақша көп болады. Состояниеңіз төмен болған кезде сізде ақша болмайды. Себебі біздің ішкі күй өте маңызды. Құранда да айтады, Алла тағала айтады, адам өзін өзгертпейінше оның өмірін өзгертпейді. Біз оны білеміз, бірақ өзгеруім үшін не істеуім керек? Мен вроде жақсымын, вроде ешкімге зияным тигізіп жатқан жоқпын, вроде ұрлық жасап жатқан жоқпын, вроде бәрін дұрыс жасап келе жатырмын деген секілді сезім болады. Бірақ что-то не так. Іште бір гармониям жоқ. Бір жолдасымның табысы артпай жатыр. Болмаса бір мен қалаған ішкі бір тыныштығым жоқ дейді. Негізі бақыт деген дәл қазіргі сәтте өмір сүру. Дәл қазіргі сәтте сіз отырсыз, бірақ сіздің ойыңыз кешкі тамақты не істеймін, болмаса ана кәсіпті не істеп жатыр екен, ананы алып кету керек, мынаны бару керек деген секілді миыңызда неше түрлі қазіргі уақытта информация өте көп. Сондықтан да өзіңізге 1 сағат осы сабақты тыңдауға рұқсат беріңіз. Арғы жаққа кетіп жатқан ойыңызды бәрін жинаңыз. Себебі бұл сабақта мен қазір өмірдің формуласын айтамын. Енді қараңыздар, біз қарызды айттық, иә? Қарыз ол біздің қолданылмай жатқан потенциалымыз. Сіздің осы уақытқа шейін қарызға кіруіңіз, сол потенциалға жету үшін, сол нәтижеге жету үшін қарыздар алдыңыз. Сол бір жүйеге бару үшін қарыздар алдыңыз. И қарыз деген жаман нәрсе емес. Қарызды тез жауып тастауға болады. Ең бірінші өзіңізді танудан, өзіңіздің потенциалыңызды ашудан. Қарыз жалпы не үшін келеді біздің өмірімізге? Мен қазір бір ғана формуласын айттым.
Ондай 25 формуласы бар. Енді қараңыз, бізде біреуде қарыз бар, біреуде қарыз жоқ болуы мүмкін. Ал біреуде потенциал ашылмай жатуы мүмкін, біреуде жүрек тыныштығы болмай жатуы мүмкін, біреуде табыс артпай жатуы мүмкін. Соның себебін бүгін айтам. Осы 25 этапта сіздің барлығыңызда бар. Бұл базовый. Енді ойлаңыз, бізде әлі қанша нәрсе бар. Енді соған тоқталайық. Қараңыздар, біздің қазіргі ішкі состояниеміздің бір балансты күйде болмауы, жүрегіміздің тыныш емес болуы, бір асығыс күйде болып жүруіміз, табыстың бір ортада тұрып қалуына ең біріншісі, біз өз зонамызда емеспіз. Аллахтың зонасына кіріп кету. Ол қалай? Көп жағдайда біз спасатель ролінде жүреміз. Біреуге көмектескімізге, біреуді аяп, Құдайдың ролына кіріп кетіп, мен болмасам олар аштан қалады, мен болмасам жасалынбайды осы деген секілді позицияда болған кезде бізде табыс артпайды. Себебі біз бұл жерде өтемін өтейміз. Қалай ол өтемін өтейміз деген? Біз Құдайдың ролына кіріп кетіп жатырмыз. Оларды құтқаратын тек Аллах. Осы жерде. Егер біз Аллахтың ролына кіріп кеткен болсақ, біз денсаулықпен, ақшамен, баладағы проблемамен, өзіміздегі проблемамен, жүрек тыныштығымен, стресспен, выгораниямен, осындай нәрсемен өтейміз. Енді мен Аллахтың зонасынан қалай шығамын деген нәрсе бар. Аллахтың зонасынан шығу үшін ең бірінші, сіз өмірде жоқ болсаңыз да, олар өмір сүреді. Соны мойындаңыз. Сіз өмірде жоқ болсаңыз да, ол проблема өздігінен жасалынады. Сіз өмірде жоқ болсаңыз да, олар өз күйін өздері көреді. Түсініп тұрсыз ба? Сол үшін ең бірінші, қандай бір жүрегіңізде бір уайым, тревожность болып тұр, Аллахқа тапсырыңыз. Балаларыңызға уайымдайсыз ба, болашағына уайымдайсыз ба, өзіңізді болашағыңызға уайымдайсыз ба, Аллахқа тапсырыңыз. Біз кейде өз-өзіміздің болашағымызды Аллахқа тапсыра алмаймыз да. Біз ауызбен айтамыз, бірақ жүрекпен 100% айтпаймыз. Содан кейін біздің жүрегіміз тыныш емес болады. Одан кейін мақсатымыз жоқ. Қарыз үшін ғана жасайды адамдар. Енді бұл жерде кейбір кісілерде қарыз болмауы мүмкін, бірақ көп жағдайда қарыз деген тек қана материалды емес, өз-өзімізге қарыз кездерде бізде жүрек тыныш емес болады. Біз бақытсыз күйде боламыз. Түсініп жатсыздар ма? Енді қараңыздар, біз мақсат қоймаған кезде біздің өмірімізге үлкен ақшалар келмейді. Біз айтамыз, мақсаттарды қазіргі міне осы жерге ғана қоямыз. 10 мың мысалға тапқым келеді бүгін, болмаса айына 5 миллион, 10 миллион тапқым келеді дейді, болды 100 миллион тапқым келеді, болды, ары қарай жоқ. Хорошо, 100 миллионға жеттің, дальше что, сенің өмірің қызық емес, сен фокусыңды ақшаға ғана қойып қойғансың. Ал біз процеске қоюымыз керекпіз да. Дәл қазіргі сәтке сен жетістікке жету жолындасың ғой. Дәл қазіргі процесте біз ойлаған нәтиже тез бола салу деп өзімізді кінәлаймыз. Тез болу керек дейміз. Ал ол нәтижеге жету үшін Аллах бізге сызып берген жол бар ғой. Біз сол нәтижеге жету үшін улучшение, өзімізді мықты версиямызды дамытудамыз ғой. Өмір дамудан тұрады. Кім білімділікке сарандық жасайды, кім өзін ізденбеуге, өз потенциалын ашпауға сарандық жасайды, ол міндетті түрде қарызға кіреді. Саран адамның денсаулықпен сыналуы, саран адамның өмірлерінде проблема өте көп болады. Баласымен кез келген проблема болады. Өмір алыс-берістен тұрады. Ал бізде шайтан кедей болып қаласын деп қорқытады. Мысалы, қолыңыздағы ақшаны бір жаққа жұмсайын деп тұрған кезде сізде ішіңізде тревожность болады ма? Сіз ертең ақша келетініне сенбейсіз. Мен сол ақшаны қиналып тауып жүрмін дейсіз. Ертең тағы қиналамын дегеннен кейін сіз ақшаны бере алмайсыз. Көріп тұрсыз ба? Ал өмірде алу беру балансы болған кезде ғана сіз табысты боласыз. Сол ақшаны жаратып тұрған кезде, Аллахым сенің жолында келді, сенің жолында кетіп жатыр деген дұғаны айтатын болсаңыз, міндетті түрде сіздің табысыңыз артады. Сол адамның саудасын жүргізіп тұрған Аллах қой сіз арқылы. Сізге де сіздің саудаңызды, сіздің кез келген өніміңізді, товарыңызды сату үшін сізге келетін клиентті Аллах жібереді ғой, кез келген жерден мүмкіндіктен. Сондықтан да ең бірінші айтатыным, сарандықты жасамаңыздар. Біз саран екенімізді өзіміз де білмейміз. Осы іштегі бір тревожность сезім, ақша жаратқан кезде сезім болса,
міндетті түрде саран екеніңізді мойындаңыз. Ең бірінші жетістікке жету үшін сондай екенімізді мойындау өте маңызды. Біз көп жағдайда красавчик деген позицияға кіріп аламыз. Красавчик позициядан эгомызды төмендеткіміз келмейді. Білесіздер ма, эго деген керісінше төмендеген сайын біз жетістікке жетеміз. Түсініп жатсыздар ма? Бұл үлкен ауқымды тақырып. Мен қазір барынша үлгергенімше сіздерге ашып айтып беремін. Енді красавчик болып көрінгіміз келеді, статус қойып алғанбыз да. Менде бұл болған, қыздар, білесіздер ма? Менде де қарыз болды. Мен қаншама нәрсе істедім. Мен потенциалымды ашуым үшін, өмірдің заңдылықтарын іздену үшін өте көп ақша жұмсадым. Азанда жүректе, азанда тұрған кезде жүрегімде бір тыныштық жоқ. Азанда тұрған бетте бір тревожность күйде тұратынмын. Ештеңе үлгермей жатқан секілді чувство вины өте көп адамдардың бірі болғанмын. Қазір мен азанда тұрған кезде рахаттанып тұрамын. Бүгінгі күннің сондай керемет екенін, Аллахтың нығметтері көп екенін қазір мен сезем, білем, себебі мен білім іздендім. Сол білімді осы жерде мен сіздерге барынша 1% болсын алып кетсінші деп осы сабақты түсіріп жатырмын. Енді осы статусты мен де бизнес наставникпін деген секілді статус қойып алған кезімде, менмін деген бүйтіп, мен арқылы болып жатыр бәрі, мен ғой табыс тауып отқан деген кезде Аллах тағала мен энергиямды алып қойды. Кім бұл жерде ақша беріп тұрған? Кім саған энергия беріп тұрған? Не үшін сен менің зонама кіресің деп Аллах мені бір плотына құлатты. Сол құлатқанына Аллахқа сондай рахмет айтам. Себебі мен өзімді іздендім. Мен өмір заңдылықтарын түсіне бастадым. Егер сізде де осы проблемалар болатын болса, мойындаңыз. Бірінші мойындау өте маңызды. Біз көп жағдайда мойындамай қарсыласамыз. Не айтып жатыр? Осы коучтар көбейіп кетті, айтатын адамдар көбейіп кетті деп. Білесіз ба, мен өте көп психологтардан, психосоматиктерден, мышление мамандарынан өте көп іздендім осыны. Аллахтың заңдылықтарын барлығын іздендім. Өмірдің формуласын таптым да. Шынайы бақытты болу, шынайы жүрек тыныштық, шынайы табысты болудың формуласын тапқан кезінде, білесіздер ма, қалаған үйіміз, қалаған көлігіміз, Аллахтың қалауымен біліміміз, армандарымыздың барлығы әдемі орындалып жатыр. Жақында ғана, мысалы, не сұрайсың, бәрі орындалады да Аллахтың қалауымен. Жақында ғана мысалға осы білімді қолдандым өміріме, сразу результат берді да, анамызға тағы хауыз сатып алып бердік. Бұл мақтану емес та, бұл реально менде болған результаттар. И осындай өмірдің заңдылығын, Аллахтың заңдылығын білген кезде біз қиналмаймыз. Түсіндіңіздер ма? Егер сізде осындай бір өзіңіз красавчик болып, елдің бәрін көзінше әдемі болып көрінгіңіз келіп, өзіңіздің минус жақтарыңызды мойындамасаңыз, жетістікке жету қиын. Мойындау керек. Иә, мен мінезім осындай. Иә, мен осындаймын. Например, өзіңіздің минус жақтарыңызды мойындаған кезде сіз критикадан қорықпайсыз. Сізге блог жүргізу болсын, елдің сөзі болсын, маңызды емес болады. Сіз шынайы өзіңіз боласыз. Жасанды өмірде өмір сүрмейсіз сол кезде. Түсініп жатырсыз ба? Біздің бәріміз жасанды бір маска киіп алғанбыз. Соның салдарынан біздің жүрегіміз тыныш емес. Одан кейін бізде кінәлі сезіну, қарыз. Мысалға, мамама алып беруім керекпін, анамды умраға жіберуім керекпін, күйеуім алдында қарызбын, балаларым алдында қарызбын, күшті келін болмай жатырмын, балаларыма жақсы ана болмай жатырмын деген сезімдер болады ма? Болды, сіз қарыздан шыға алмайсыз. Себебі сіз өзіңізді кінәлі сезімде жүрсіз. Чувство вины болған кезде адам жетістікке жете алмайды. Өте ең маңызды этап сізді сындыратын сол. Себебі біз өзіміздің істеген ісімізді құнсыздандырып жібереміз да. Ол қалай? Мысалға, бір съемка дейікші, примерно енді. Съемка жасадыңыз дейік. Съемка жасадыңыз. Ол съемка онша емес болды, ой, мынандай болды. Минус жағын көресіз да, плюс жағын көрмейсіз. Ертең сіз съемкаға барғыңыз келе ма? Барғыңыз келмейді. Өмірде тек құнсыздандыру, өзіңді кінәлау, аз істедің, ой, бұдан да күшті істеуге болатын еді ғой дейсіз ба? Жоқ, ертең сіз тұра алмайсыз. Біздің денемізге рахмет айту керек. Әдемі әрбір істі құнды етіп бағалауыңыз керексіз. Мен қазір рилс түсірдім, әдемі, жақсы салып көрейін. Нәтижесін Аллах береді ғой. Көрдіңіз ба? Ол жерде сіздің сөзіңіз әдемі болған жоқ, мына түрім онша емес болып қалды деген нәрсе болса, сіз өзіңізді қабылдамай тұрсыз, болды.
яғни қайттан красавчик позициясына кіріп жатырмыз. Мен қазір жаңағындай ремонтымды жөндеп алайын, мен басқа машинамды дұрыстап алайын, сосын барып күшті болам, сосын барып мен жарқырайып шығамын дейді. Адамдарға сіздің жарқырауыңыз емес, сіздің сол процестегі жолыңыз маңызды. Сіз қорқынышыңызбен қалай бөлісіп жатырсыз, қалай сіз сол нәтижеге жетіп жатырсыз, сол процесс маңызды. Ал біздің ойымыз тек қана мен нәтижеге жеткен кезде ғана мен күшті болып көрінемін, сол кезде ғана мен бақытты боламын деп ойлаймыз. Бұл қате. Көрдіңіздер ма? И бізде жаңа айтып өттім, алу беру балансы тоқталған кезде расында бір орында тұрып қалып бастаймыз. Соңғы рет қашан алу беру балансын сіз қолдандыңыз? Соны еске салыңызшы. Егер осы тоқтап қалатын болса, мен сіздерге айтамын, міндетті түрде осы білімдерді алыңыз. Бұл білімдер сіздердің өмірлеріңізге өте көп пайдасына келеді. Мысалға, біздің қыздарымыз 30 миллион обороттан бір айдың ішінде осы сабақтармен 100 миллион оборотқа шықты, Аллахтың қалауымен таза пайдасын көбейтті. Мен негізі көбінесе кәсіпкерлер, эксперттер қарағаннан кейін сол мағынада айтамын. Енді сіз ешқандай саламен айналыспай жатсаңыз да, ең бірінші осыны өміріңізге қолданыңызшы, шынайы бақытты боласыз. Өзіңіздің потенциалыңызды, өзіңіздің қабілеттеріңізді көре бастайтын боласыз. Көрдіңіз ба? Енді одан кейін біз спасатель позициясына кірген кезде, құтқарушы позициясы келген кезде біз қиналамыз. Біздің жауапкершілігіміз көп болады. Біз көтере алмайтын жүкті көтеріп бастаймыз. Енді мен бұдан қалай шығамын деген позиция пайда болады. Ең бірінші жауапкершілік тек қана өзіңізге ғана аласыз, басқаларына емес. Түсіндіңіз ба? Бала позициясы. Көп жағдайда жертва позициясы, бала позициясында өте көп адамдар. Мен солар үшін істедім ғой. Мен өзімді құрбан етіп бала шағам үшін істедім ғой. Мен олар үшін істедім ғой. Олар мені бағаламады деген позицияда болған кезде біз бала позициясында боламыз. Бала позициясында екенін қалай білуге болады, білесіз ба? Жауапкершіліктен қашу. Бір істі бастайсыз да, оның жауапкершілігінен қашасыз. Жарты жолда тастап кетесіз, ертеңге қалдырасыз. Ал бала позициясы болған кезде бізге үлкен ақшалар келмейді. Түсіндіңіз ба? Енді одан кейін бізде білім аламыз, әрекеттер жасаймыз, бірақ әдеттеріміз қалыптаспайды, дисциплина форматында. Әдет қалыптастырудың да формуласы өте үлкен. Бізде дисциплина болмайынша, әдет қалыптаспайынша бізде үлкен байлық келмейді. Үлкен байлық тек қана әдет қалыптастырған адамдарда келеді. Әдет қалыптастырудың да 4 формуласы бар. Оны келесі сабақтарда айта жатармыз. Одан кейін біздегі жүрек пен сезім, жүрегімізге, сезімімізге ешқайсына мән бермейміз. Бір иногда интуициям пайда болады, денен шаршағаннан пайда білесің, бірақ біз шаба береміз да, алды қарай шаба береміз. Өзіміздің сезімдерді блокировать етіп тастағанбыз да. Қандай сезімде отырғанын білмейді адам. Қандай сезімдесің деп сұрасаң айта алмайды. Қорқынышты күйдемін, тревожності күйдемін деп айта алмайды адам. Яғни адам тұлға ретінде қалыптасу үшін 4 фактор бірге жүру керек. Жан тыныштығы, сана, яғни кері тартпа ойлар, убеждениялар, мышлениемен жұмыс. Одан кейін бар дене, фитнесіміз бар. Одан кейін бар біздің рухымыз. Көп жағдайда осы төртеуі бірікпеген кезде адамда қорқыныш пайда болады. Алға бір тәуекел ете алмайды. Бір істі бастай алмайды. Жарты жолдан тастап кетеді, өзіне сенбейді. Рухы бүйтіп қатып қалған. Рухы мықты адамдар ғана алдыға негізі жылжиды. Осы төртеуі бірге дамыған кезде, кері тартпа ойларыңыз, убежденияларыңызды алып тастаған кезде сіздер бақытты боласыздар. Рухтарыңыз ояна бастайды, убеждение кеткен кезде. Сол үшін мен көп жағдайда адамдарға істе демеймін, мен эксперттерім барлығы убеждениесін алып тастағаннан кейін барып шабады. Себебі өздерінің мусор ойларын жинап алғанда, әркімнен бір кіргізген сенім нанымдарын кіргізіп алады. Мысалға, бүгін ғана бір кісі келді, түсіндіріп берейін. Убеждение, мышление, не айтып жатыр бұл кісі деген позиция болмайтындай. Бір қыз келді, мен бала шағамды дамытам, бала шағам оқуына фокус бөлем, бірақ өзімді жоғалтып алғандаймын дейді.
Балаларым күшті болғанын қалаймын, балаларым жақсы жерде оқиды дейді да. Мен айтамын да, сол сенің балаларыңды тасып жатқанын, күйеуіңнің потенциалын, басқа біреудің потенциалын ашқанын қалап жатқанын, мысалы қазір даже СММдердің өзі де басқа біреудің потенциалын алып жатады ғой. Ол басқа біреуден көріп тұрған, содан шығарғың келетін нәтиже ол сенің нәтижеңді. Сенің потенциалың, сенің қалауын, өзінің қалауын баласына навязывать етіп жатыр да. Сен жақсы оқуың керексің, сен күшті білімді болуың керексің, сен вау болуың керексің деп. А бала көргенін істейді. Баланы қанша оқы, тәрбиеле, қалауы басқа болса, ол білім алғанмен сінбейді, көргенімен істейді. Байқайсыздар ма? Біз көргенімізді ғана істейміз ғой, ата-анамыздың көргенін қайталап жүріп болды. Сондықтан да бірінші өздеріңізді дамытқан кезде сіздердің балаларыңыз да успешный бола бастайды. Ана өте маңызды фактор. Әйел ол Wi-Fi. Әйел ішкі состояниясымен, мына санасымен білімін алып бастаған кезде күйеуінің потенциалы аша бастайды. Себебі еркек ол әйелінің энергиясымен өмір сүреді. Балаңыздың үлгерімі жақсара бастайды. Ондай кейстер өте көп, альхамдулилlah, менде өте көп. Себебі әйел үйдің Wi-Fi-ы. Түсініп жатсыздар ма? Балаңнан қалайтын нәтиже ол сенің потенциалыңда. Сен сол үшін фокусыңды сол жаққа беріп жатсың. Енді түсіндім оны дейді. Бірақ мен қазір көп ақша тапсам, құтырып кетуім мүмкін, бұзылып кетуім мүмкін, өз потенциалымды тауып өзім бір жарқырап жүретін болсам, бұзылып кетуім мүмкін, күйеуіммен сосын барып қызғаныш пайда болуы мүмкін, күйеуім мені ол қабілетімді қабылдамайды, мен өзімнің шынайы болмысымды білемін ғой, мен стервамын ғой деген убеждениялар шықты. Айтамын да, енді сен осыған сеніп тұрсың ба деймін ғой. Сен реально көп ақша тапсан осындай болып кетесің ба деймін ғой. Жоқ дейді. Көрдіңіз бе? Просто ол ондай убеждениесі бар екенін де білген жоқ, мен сұрақтар қойған кезде шықты. Сол бір мусор убеждениесін кіргізіп алғанның кесірінен табысы тоқтап тұр да. Әдемі өмірді қалайды, күшті өмір сүргісі келеді, күшті көлік алғысы келеді, шетелге шыққысы келеді, бірақ сол кері тартпа ойының кесірінен оны білмейді да ондай ойы бар екенін. Өзінің потенциалын жауып тастаған да. Көріп тұрсыздар ма? И сонда не үшін менде болмай жатыр деп Аллахқа претензия айтады, күйеуіне претензия айтады. Сендер үшін жасап жатырмын оны деп өзі жертва болады мысалға. Күйеуін кінәлай бастайды, сен күшті көбірек жұмыс жасағанында деп. Еркектер әйелдер секілді емес. Мүмкін осы сабақты еркектер де көріп отырған шығар. Сіздің потенциалыңыз болып тұрса, әйел де сізге қарай тартылады. Бұл сабақты кім көретін білмеймін. Аллах қалаған адамның алдынан шығады бұл сабақ. Мен арнайы сондай ниетпен түсіріп жатырмын да. Расында Аллахым сенің заңдылықтарыңды білсінші, саған жақындасыншы, өмірлері жақсарсыншы, табысты болсыншы деген мақсатта жазылып жатыр бұл сабақ. И ол энергетиканы сіздер де сезесіздер. Көрдіңіздер ме, адамның өмірінде өте көп убеждение бар. Сатуға қатысты убеждениялар бар. Сату пихать ету, сату жалыну, сатудың формуласын білмеудің өзі мысалға. Сату арқылы мен жауапкершілікті көп алам, оларды аяп тұрам, олардың ақшасы жоқ секілді, болмаса жаңағындай, мен оны қарызға батырып жатқан секілдімін. Жаңағындай өте көп убеждениялар. Сол убеждение, именно сіздегі убеждениені табу өте маңызды. Өте маңызды. Себебі біздің шекте блоктап тұрған, стопқа қойылып тұрған тек қана біздің убежденияларымыз. Әрекетке көшірмей тұрған сол бір убеждениялар. Түсініп жатырсыздар ма? Енді осы жерде айтып кеткім келеді. Өзіңізден бір қандай да бір убеждение шығып жатса, маған жазсаңыздар болады. Менде осындай убеждениялар шықты деп. Сол жерде барынша көмектесуге тырысамыз. Одан кейін бізде ішкі қалауларды орындамау. 10-шы ішкі қалауларды орындамау. Көп адамдар, мысалға айтайық, әйелдер болсын, басқа адамдар болсын, бір массажға барғысы келеді дейік, примерно. И ол продукт алады, басқа нәрсеге құртады, содан кейін өзінің қалауы орындалмайды. Қалау орындалмағаннан кейін ертең дене сізге қызмет еткісі келмейді. Айтады, не үшін біз жұмыс жасап жатырмыз? Қалауларымды орындамасаң. Көріп тұрсыз ба? Бұл бір ғана пример келтіріп жатырмын да, сіздің қалауларыңызды орындамаудың өзі убеждениеден тұрады да негізі. Одан кейін біздегі
11-ші, өзіне қарызсың. Соңғы рет жақсы ұйықтаған жоқсың, денеңе күтім жасап жатқан жоқсың, питанияң дұрыс емес. Біз өмірде жауаптымыз өзімізге бірінші. Бірінші өзімізге жауаптымыз. Денемізге, өзіміздің өмірімізге. Одан кейін барып әйеліміз, одан кейін барып анамыз, одан кейін барып келінбіз. Айтсыздар ма? Бұның барлығында техника жасау керек. Қазір мен сіздерге диагностика форматта не үшін біз бақытсыз боламыз, не үшін біз бір орында тұрып қалып жатырмыз, не үшін біз қарызға кіріп жатырмыз, не үшін біздің жүрегімізде тыныштық жоқ, не үшін бізде бір елдердің күшті өмір сүріп жатқандай бізге ол өмір қиын келеді, не үшін біз сондай қиналуымыз керекпіз, соның себеп салдарын ғана айтып жатырмын. Бұмен жұмыс жасау керек. Себебі әркімнің өмірі, біреуінің жасы 50-де шығар, біреуінің 40-та шығар, біреуі 10-да шығар, білмеймін да, өзінің кері тартпа, қанша жылдық кері тартпа ойы бар. Соның кесірінен, соның салдарынан ақша оларға қиын келіп жатыр. Түсініп жатырсыздар ма? Бір орында қайтадан тұрып қалып жатыр. Қанша білім алса да әрекетке көше алмай жатыр. Определенный этаптан кейін тоқтап қалып жатыр. Идея келмейді. Қандай энергия жетпейді. Соның барлығы осы этаптардан. Түсініп жатсыз ба? Енді бұлармен жұмыс жасау керек. Ол жұмыс біреуінде 5 сеанста, біреуінде просто бір рет менімен сөйлескеннен кетіп қалуы мүмкін. Мен айтам, сен реально табысты болғың келе ма? Просто бірінші келші, сөйлесейік. Не болып тұр сенде? Қарайық. Одан кейін барып сенде уже жеңілдік пайда бола бастайды деп айтам. Себебі мен осы сабақтан кейін мышление сабақтарын шығарып қойғам сіздерге арнайы. Қазір ол туралы да айтатын болам. Мышление дұрыс болған кезде өмір дұрысталады. Аллахпен қарым-қатынас дұрысталады. Үйдегі атмосфера дұрысталады. Ақшамен қарым-қатынас дұрысталады. Яғни сіз қалаған өмірге табан тіреп жақындай бастайсыз. Сол үшін мына сабақтың өзінен де көп информация алып жатырсыздар деген ойдамын. Келесі сабақты міндетті түрде алыңыздар. Енді біздегі келесі этап 12-ші этап. 12-ші этап ол орындалмай қалған уәделер мен жұмыстар. Энергиямызды өте қатты алатын нәрсе осы негізі. Сондай заттардың списогін жазыңыз. Неге оны орындай алмай жатырсыз? Неге ол жұмыстарға энергия жетпей жатыр? Негізгі білесіздер ма, бұны тоже энергия деген үлкен бір ауқымды тақырып. Бұл сабақты ашу керек. Негізі орындалмай қалған жұмыстарға біз көп энергия бөліп қойғандықтан, жасауым керек деген позиция беріп қойғаннан біз шаршаңқы жүреміз. Ештеңе істемесек те шаршаңқы жүреміз. Оның арнайы дедлайндарын қойып тастау керек. Одан кейін эмоционалды қарыздар. Эмоционалды қарыздар дегенді қалай түсінесіздер? Эмоционалды қарыздар деген ол өкпе, реніш, қорқыныш, ашу, кінәлау, өзімізді кінәлау, басқаларды кінәлау, айтылмай қалған сөздер. Қазір көп психологтар айтып жатыр ғой, айтып тастау керек, іште сақтамау керек. Психосоматиктер де айтып жатыр, мына жерінде жиналып қалады, зоб болып қаласың деп. Экологично шығара білу керек. Экологично шығара алмасақ, ол жерде ұрыс болады. Реакция, эмоция дұрыс болу керек. Сенің күйін дұрыс болмағаннан кейін сенің эмоцияна әсер етеді. Эмоцияң сенің санана әсер етеді. Сенің ойынды блокировать етіп бастайды. Одан кейін сенде қорқыныш пайда бола бастайды. Одан кейін болмай қалады деген шектеулер пайда бола бастайды сенде. Қазір бастасам болмай қалатын шығар, жасалынбай қалатын шығар деген секілді қорқыныштар жүреді. Көріп тұрсыздар ма? Барлығы бірмен қамтылған, барлығы бірге бір. Жатсыздар ма? Біздің мына қалыптасуымыздың өзі, саусақтарымыз, бұлшық еттеріміз, мына сөйлеуіміз, басымыз бәрі бір тұтас болып жиналған ғой. Тура осылай мышление, убеждение, біздің дамуымыз, ақша келуіміз, өмір сүруіміз бәрі бір тұтас. Біз оны бөліп жара алмаймыз. Дұрыс дамуымыз өте маңызды. Рухани дамуымыз маңызды. Эмоционалды дамуымыз маңызды. Ақылмен дамуымыз маңызды. Ішкі күйімізбен дамуымыз маңызды. Адамдар дамуын тоқтатып қойған кезде пустота пайда болады іште. Ештеңе қызық емес, өмір қызық емес. Тура сол сезім менде де болды, білесіздер ма? Осыдан 2 жыл бұрын сол сезім болды менде. Ақша келіп жатыр, бірақ өмірдің қызығы жоқ.
жақсы, бірақ ештеңе қуантпайды. азанда бір күшті бір энергиямен тұратындай бір құлшыныс жоқ. И ойладым, мүмкін бала көтерген кезде сол пайда болатын шығар деп ойладым. Аллахтан сұрап бөпелі болдым. Бөпемді тудым, бірақ кеткен жоқ. Осы этаптардың таптым да. Осы эмоциямен жұмыс жасаған кезде таптым. Біз басқа біреулерді претензия жасауымыз, ол кінәлі деген нәрсенің барлығы негізі претензияның бәрі прямой Аллахқа. Себебі жапырақтың өзін Аллахтың қалауынсыз түспейді. Біреудің кешігіп келуі, өмірінің дәл осындай болуының өзі мына убеждениялардан арылмағаннан. Ал біз прямой ана Аллахты кінәлаймыз да. Не істеп қойдым, не үшін менің өмірім ғана осындай деп. Ал дамып, ізденіп жатқан ешқайсымыз жоқ. Құранда бұларды айтылған, бірақ тікелей де айтылғанда осылай расшифровка жасап беріп жатқан. Енді ізденіп жатырмыз, енді біз көзімізді ашып жатырмыз. Түсініп жатырсыздар ма? Не үшін бұл білім өте маңызды? Мен бұл білімнің атын ресурс деп қойғам. Үлкен ауқымды жоба ол. Бірінші деңгей, екінші деңгей деп бөлінеді. Бірінші деңгейде адам өзін тани бастайды. Өзінің кертартпа ойларын тани бастайды. Екінші деңгейде ол уже потенциалын аша бастайды. Үшінші деңгейде уже совсем басқа адам болады. Қалауларының барлығын, армандарының барлығын тарта бастайды. Көп әрекет етпесе де. Қазір соның мен сіздерге кіріспесін айтып жатырмын. Мына сабақтың өзінен бұл кіріспе. Кітапты ашқан кезде бірінші кіріспесі болады ғой, оны сіз ойлай беріңіз. Кіріспесінің өзі осындай болып жатса. Мынаның өзінен түсініп жатқан шығарсыздар, не үшін бұндай болып жатыр? Бұның барлығы менде бар ғой деген позиция болып жатқан шығар сіздерде. Одан кейін духовный қарыздар. Біреудің ақысына кіріп кетеміз. Сөзбен, көзбен, шүкірсіз етіп кетеміз. Мысалға бір өрік сатып алдық дейік. Бір өрік сатып алдық. Ой, дәм онша емес қой, қышқыл ғой деп айттық па? Болды, уже аққа кіріп кеттік. Сол дәмді сездіріп тұрған Аллах қой бізге. Көріп тұрсыз ба? Біз ғайбаттаудан бұрын кішкентай ақыларға да кіріп кетеміз. Біз ғайбаттауды, өсектеу, жаңағындай біреу жамандау деген секілді нәрсені ғана ақылға кіру деп ойлаймыз. Ақылға кіретін нәрселер де өте көп. И энергия, күшіміздің аз болуы біздің ертеңге қалдырған істерімізден негізі. Біз ертеңгі өмірмен өмір сүреміз ғой. Ертең бақытты болам. Қазіргі моментте ешкім жоқ. Қазіргі моментте өмір сүрген кезде сен қасындағы адамдарды тыңдай бастайсың, асықпай бастайсың, білім қона бастайды саған, энергия пайда бола бастайды сенде. Энергия деген үлкен ауқымды тақырып. Энергия деген жалпы не? Энергияны біз қайдан аламыз? Энергиямыз қайда кетіп жатыр? Көріп тұрсыздар ма? Энергия ол маңызды ресурстардың бірі. Энергияға тартамыз ғой біз көп нәрсені. Одан кейін тәуекел ете алмау. Осы жерде рух. Көп адамдарда қорқыныш болғаннан кейін тәуекел ете алмай жатады. Ойланыңызшы, бір істеймін деп жүрген бір ісіңізді қанша уақыт болды жасай алмай жатқаныңызға. Көріп тұрсыз, сіз реально өзіңіз қолыңыздан келмейтінін. Неге басқа біреуге сенбейсіз? Неге Аллахқа сенбейсіз? Неге өзіңізге сенбейсіз? Неге болашағыңызға сенбейсіз? Бірінші, Аллахқа сенім пайда болған кезде басқа адамдарға сену пайда болады. Осы уақытқа шейін алдандым, осы уақытқа шейін шығындалдым, бәрі сөйтетін шығар дейтін болсаңыз, просто өмір бумеранг. Мойындаңыз. Сізді алдаған болса, сіз де біреуді алдаған болуыңыз мүмкін. Біреу, енді мен оны нақты айта алмаймын разбор жасамағаннан, бірақ көп жағдайда біздің минус жақтарымызды көрсету үшін сондай адамдарды келеді, жібереді Аллах тағала. Дәл бір сондай ситуацияларды жібереді, себебі біз өзімізбен жұмыс жасауымыз үшін. Түсініп жатырсыздар ма? Потом тәкаппарлық. Сөз көтере алмау ғой бұл. Минус жақтарыңды қабылдай алмау. Біреу саған мына жері мынандай болып тұр екен деп тыңдамау. Көріп тұрсыздар ма? Тәкаппар адамдар сата алмайды. Тәкаппар адамдар коммуникация жасай алмайды. Тәкаппар адамдар тыңдай алмайды. Ал өмірдің балансы тыңдаған кезде пайда болады. Түсінесіздер ма? Тәкаппарлықты жеңген кезде, ол эго, біз эгодан тұрамыз. Эгоны тәрбиелей, дұрыстап,
жанагындай до потолка түсіріп тастаған кезде эго сенің дәрежеңді Аллах көтере береді. Мысалы ұстаздардың көбісінде эго жоқ, бірақ сондай дәрежелері жоғары да. Осы мен тыңдай алмайтын адамдардың бірі едім. Тәкаппар болып кеткенмін ғой, сондай тәкаппарланып кеткенмін. Мен істеп жатырмын деген позиция болған кезде Аллах тағала көзімді байлады да, плотно байлады. Операциядан да шықтым. Енді өте көп денсаулықпен де сыналдым, қарызбен де сыналдым. Тыңдай алмайтынмын ғой. Тыңдағым келмейтін, бүйтіп қиналып кететінмін. Даже элементарно WhatsApp'тан келе ма смс-тар, тыңдағым келмей, сату маманын алғым келіп, сен тыңдашы деп күйеуіме. Ана мен өзім минус жағымды қабылдамау ғой. Көріп тұрсыз ба? Осымен жұмыс жасаған кезде Аллах дәрежемді көтере берді. Сондай сыйлы ете бастады. Ойламаған жерден ризықтар келе бастады. Тәкаппарлықты өте көркемге айналдыруға болады. Өте көркемге айналдыруға болады. Білесіздер ма? Соншалықты сыйлы ете бастайды, соншалықты Аллах тағала абырой береді. Соншалықты елдердің жүрегіне деген махаббатын ашып қояды сен тәкаппарлығыңды басқан кезде. Білеміз біз оны, бірақ қолымыздан келмей жатыр. Нақты техникасын жасай алмай жатқаннан кейін біз оны определенный этаптан кейін қайттан эгомыз көтеріліп кете береді да. Ұрысқан кезде бүйтіп атака жасап, соны жеңіп тастағымыз келіп сондай позиция болып тұрады да. Ал эгосы төмен түскен адам конфликттен қашатын адам. Жақсы, сенікі дұрыс деп кетіп қалатын адам. Түсінесіз ба? Эгосы төмен адам проблеманың ішінде емес, проблеманың тек қана сыртынан бақылаушы ғана позицияда болатын болады. Осыны ресурс сабағында мен негізі ашып түсіндіргем. Одан кейін 18-ші ақшаға деген көзқарасымыз дұрыс емес. Көп адамдарда келеді бұл. Ақшаға біреу маңызды рөл беріп қойған, біреулер керісінше маңызды емес рөл беріп қояды. Ақша қолдың кірі деген секілді беріп қояды. Ақша болса мен сыналамын, ақша қиын жолмен келеді, бәрі күшті болып кетсе Аллах тағала мені құлатып жібереді, күшті болуға да болмайды, көз тиеді, сөз тиеді деген секілді убеждениялар бар. Даже мен бай болсам, тәкаппарланып кетемін дейтін адамдар да бар. Білесіз ба, оның бәрі убеждение. Сіз өзіңізбен жұмыс жасаған кезде ақша сізге оңай келеді, жеңіл келеді. Білесіз ба? Қалаған сумманы кез келген жерден тауып алатындай мүмкіндік береді Аллах тағала. Себебі сіздің Аллаға деген сеніміңіз өте берік болады ол кезде. Одан кейін ақшаға маңызды рөл беріп қояды деген нәрсе бар. Ақшам болса, мен бақытты боламын. Ақшам болса, қазір мен инстаграмды күшті жүргізіп кетемін. Ақшам болса, мен мынаны жасап кетемін. Фокусты ақшаға беріп қойғанда, Құдайдың рөліне ақшаны кіргізіп жіберген. Білесіз ба? Ақша ол просто инструмент, алу беру инструменті. Сенің ақша болған кезде күйің ғана ұнайды саған, болды. Ақша болған кезде сен рахаттанасың, ақша болған кезде сенде комфорт пайда болады. Сол күй ғана ұнайды саған, болды. Түсініп тұрсыздар ма? Ақша ол өте жақсы нәрсе. Ақшаны дұрыс айналдыра білу керек. Өзін дұрысталған кезде ақша саған дұрыс келе бастайтын болады. Сенің өзін өзгерген кезде қасындағы адамдарың да дұрыс пайда бола бастайды. Сенің өмірің өзгереді. Бүкіл категорически қасындағы адамдарың өзгереді. Сенің клиенттерің өзгереді. Претензия бар болатын болса, сенің өзінде басқаларға деген претензияң болса, бүйтпей ма, сөйтпей ма деген нәрсе болатын болса, саған сөйтетін адамдар келеді. Потому что сенің сондайыңды жөндеуді Аллах қалап тұр да. Түсініп тұрсыз ба? Сосын 19-шы көп адамдар өзіне сенімсіз, самооценкасы төмен. Мысалға, мен бұл самооценкам тоже төмен болған кездер болды. Арзан айтам, арзан бағалаймын, өзім жұмысымды құнсыздандырам. Толып кеткен кезде самооценкам төмен түсе бастады. Білесіздер ма, сіздің толықтығыңыз, сіздің өніміңіз, сіздің бағаңыз, сіздің қолыңыздағы ақшаңыз, сіздің құндылықтарыңыздың барлығы самооценкаға байланысты. Самооценканы көтерген кезде, өзіңізге сенімді, өзіңізге, өніміңізге, болашағыңызға сенімді болған кезде, сіз просто пархат ететін боласыз да. Сіз уже уақытыңызды бағалай бастайсыз, сіз табысыңызды бағалай бастайтын боласыз. Ештеңені құнсыздандырмайтын боласыз. Сізді құнсыздандырмайды адамдар. Қазіргі уақытта көп адамдар бір-бірін құнсыздандырып жүреді. Выгода үшін ғана өмір сүреді. Одан қазір маған выгода болса мен араласам, выгода болмаса араласпаймын деп адамдарды бөлудің өзі де дұрыс емес, білесіз ба? Бомжбен де отырып ақылдаса алатын нәрсе бар. Бомждың да өмірінен алған сабағы бар.
Ол бомждық болуды просто өзі солай жаңағыдай убеждениесі мен выгодасын шығарып алған да. Аллах тағала негізі кедейлікті бермеген. Аллах тағала өте бай. Аллах тағалаға ақшаның маңызы, құны жоқ. Сен ішкі состояниемен, сен әрекеттеріңді дұрыстаған кезде сен қалаған сумманы да ала аласың. Өмірдің заңдылығы сол. Түсінесіздер ма? Одан кейін орта, айналадағы адамдар. Көп жағдайда ортаңда жаңағыдай вампирлер энергияңды соратын адамдар болатын болса, сен өспейсің. Қасында жертвалар жүретін болса, бір проблемасын ғана айтатын адамдар болатын болса, өспейсің. Сіз бейсаналы түрде спасательге кіріп кетесіз, болмаса өзіңізді басқа біреулермен салыстырасыз. Негізі көп жағдайда адамдардың қазіргі жүрегінің тыныштығы жоқ, себебі өзін басқалармен салыстырады. Аллах тағала салыстыруды ең дұрыс емес позиция қылған. Шайтанның өзі періштелерге сабақ берген да, жәннатта шекесі тимеген жоқ, бүкіл жерге намаз оқып шыққан. Бірақ сол салыстырудың кесірінен Аллахтан қуылды. Аллах ең ұнамайтын нәрсе салыстыру. Оған күшті беріп жатсың, маған күшті беріп жатқан жоқсың. Сенің әрекетің, сенің білімін соған сай болып тұрса, саған Аллах береді. Аллах өте әділ. Қалай әрекет етесің, соған қарай береді Аллах тағала. Қалай сен өзіңмен жұмыс жасайсың, санамен жұмыс жасайсың, Аллах тағала үйіп төгіп береді. Ал біз әрекетті аз ғана бөлшекте істейміз да, бірақ мынандай нәтиже қалаймыз да. Бірінші, сен мынандай нәрсе қалау үшін мынандай нәрсе өзіңмен жұмыс жасасын деп айтамын мен. Сол кезде мынандай нәрсе келеді саған. Түсінікті болып жатыр ма сіздерге бүгінгі тақырып? Қалай болып жатыр бүгінгі негізгі тақырып? Енді қараңыздар, көп адамдардың қателігі, біреу былай жасайды. Жаңағыдай психологтарға, осындай коучтарды тыңдап алады да, бірақ ақша келетін қабілеттерді, навыктарды үйренбейді. Маркетинг жағын жөндемейді, болмаса жаңағыдай ресурстарын жөндемейді деген секілді. Келіп тұрған жерге ақша қайттан салмайды, например. Бизнестен ақша келіп тұр ма, бизнес наставниктермен жұмыс жасауға ақша салмайды. Вот содан кейін де определенный потокқа жете алмайды, өзінің нәтижесіне жете алмайды. Мен былай келтіремін да, бизнесті, блогты сиыр секілді алады да, сауып алады да, бірақ оған жем бермейді. Сиыр құнарлы сүт беру үшін, одан құрт, ірімшік, май жасау үшін, қаймақ жасау үшін біз оған құнарлы шөп беруіміз керекпіз ғой, оған да беріп тұруымыз керекпіз. Тура солай бизнесқа да ақша салу керек, өзіне де вложение салу керек. Сол кезде сен 100% нәтиже көресің. Альхамдулиллах. Нәтиже көрмедім деген нәрсе жоқ. Өмірде сен неге сенесің, сол нәрсе орындалады. Мысалы, қазір сен, мысалы, менің консультациямды алған кезде өмірім өзгереді, осы убеждение сабағынан өмірім өзгереді деп істесең, ол міндетті түрде өзгереді. Ал егер де көрейінші не деп айтады деген нәрсемен келесің ба, солмен кетесің, болды. Өмірде жасап көрем, болар болмайды деген нәрсемен істесең, болды. Сен сол жерде қадалдың. Ал Аллахым саған 100% тапсырдым, нәтижесі болады деп істейсің ба, міндетті түрде нәтижесі болады. Одан кейін 22-ші сату қабілетін білмеу. Мынау ақша табатын қабілеттер өте көп. Өзінің потенциалын ашу. Менде негізі адамның өзінің болмысының потенциалын ашу деген арнайы тоже сабағым бар. Одан кейін сатудың өзінің бір убеждениемен жұмыс жасау, сатуға қатысты. Сатудың скриптары, клиентке дұрыс сұрақ қойып, дұрыс дажим жасау дегенде сабақтар бар. Бұның барлығы комбо сабақтар негізі. Қазір мен жалпылама кіріспесін айтып жатырмын сіздерге. Сатуды негізі көп адамдар пихать етіп жатырмын, жаңа да айтып өттім, сатуды қиын көреді. Сату бұл тек қана ұсыныс. Ұсыныс айтасыз, дұрыс ұсыныс айтсаңыз, міндетті түрде сатылым болады. Клиенттің проблемасын шешетіндей нәтиже берсеңіз, міндетті түрде сатылым болады. Одан кейін ақшаны дұрыс басқармау. Келіп жатқан ақшаны дефицит сезіммен керек емес покупкалар жасау. Адамдардың бәрінде дефицит сезім бар. Әлі товарым аз секілді, маған внимание аз секілді, кезінде бала кезінде маған внимание аз бөлінді деген секілді. Мен айтамын, жаным ау, өзіміз қазір тоже балаларға дұрыс көңіл бөле алмай жатырмыз. Бірақ дефицит сезіммен өмір сүре беретін болсаң, бақытсыз боласың. Балаға тек қана бір құшақтау жеткілікті деп түсіндіремін да мен бала тәрбиесінде де. Балаға бір ойыншық керемет, ондай нәрсе керек емес. Ата-анаң сенің барынша сені аяққа тұрғызу үшін, мықты болу үшін барын салды ғой. Ал енді келесіңде дефицит сезімін айтасың деп айтамын да.
Дефицит сезімін өмірден алып тастамайынша ақшаны дұрыс басқара алмайсың. Қанша ақша келіп тұрса да дұрыс емес жаққа жаратып тастайсың. Сол жаратып тастаған кездегі дефицит сезімі арқылы ғана сен ақша тауып үйреніп қалғансың да себебі. Жоқ кезде ғана ақша тапқың келіп тұрады сенің. Одан кейін ізденбеу, инвестиция жасамау, оқымау. Осының кесірінен көп адамдар қазір бір орында тұр. Тағы бір сол нәрсе дейсің ғой деген секілді нәрсені айтады да. Әркімнің білімі әртүрлі. Әр жерден зейініңді ашатын, сол жерде келетін информацияны, сол жерден қонатын информацияны Аллах саған зейініңді ашып береді болды. И менің сабақтарым ерекшелігі, убеждениемен ешкім жұмыс жасамайды. Убеждениемен бөлек жұмыс жасайды, бизнес-стратегиямен бөлек жұмыс жасайды, потенциалды ашуды бірге бөлек жұмыс жасайды. Мен комбо қылып шығарғанмын да. Бұл менің енді үлкен продуктым, бизнес-стратегия деген сабақта ол. Мен қазір сіздерге не ұсынамын? Мен сіздерге мышление сабағын ұсынамын. Небәрі 10 мың теңгеге. Ол жерде 10 убеждениемен жұмыс жасауды үйренесіздер. Кейінге қалдыру, жарты жолдан тастап кету, нәтижеге не себеп, нәтижеге жетуге не кедергі келтіріп жатыр, претензия айту, өзін кінәлау, құнсыздандыру, дефицит сезімі, осылардың барлығынан уже идеалды ету, перфекционист, бәрі идеалды болу керек. Идеальный болған кезде ғана мен әрекетке көшем деген секілді. Осындай сату убеждениялары, осы сабақтарды мен дайындап қойдым 10 мың теңгеге. Сол сабақтарды алғаннан кейін сіз уже өмірге басқаша қарайсыз. Жүрегіңіз тыныштала бастайды. Өзіңіздің нақты кім екеніңізді түсіне бастайсыз. Мына сабақтың өзінен қанша инсайт алған шығарсыздар, иә? Енді ол сабақты міндетті түрде алыңыздар. 10 мың теңге қайда кетпей жатыр? Бірақ ол сабақтың құндылығы 10 мың теңге тұрмайды. Ол сабақтың құндылығы 10 миллион теңге тұрады. Мен бұны ең бірінші Аллахқа жақындату үшін жасап жатырмын бұл сабақтардың бәрін. Адам Аллахқа жақындаса, өмірі 180 градусқа өзгереді. Түсінесіздер ма? 25-ші Алламен байланыс. Осы Алламен байланысты жөндеу үшін сізге міндетті түрде мышление сабағын алуға кеңес беремін. Мышление сабағын алу үшін осы сабақты көргеннен кейін Инстаграмға немесе менің WhatsApp-ыма 3 деген санды қалдырсаңыз, сізге бот өздігінен сол сабақтың төлемін, сол сабақтың программасын барлығын беретін болады. Бүгінгі сабақ пайдалы болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше. Мен парақшама тіркеліп қойыңыздар, дайрегіме кері байланыс беріп қойыңыздар. Мен қуанып қалатын боламын.